Сәлем, менің атым Көмек. Мен Astana әуекомпаниясында тренинг академия бөлімінде нұсқаушы болып жұмыс істеймін. Бүгін мен Алматы әуежайында Еріктілер бағдарламасы бойынша жолаушыларды тіркеу кезінде және ұшаққа отырғанға дейін басқа рәсімдермен көмектесемін. Бізді тасымалдайтын транспорт сағат таңғы 4-те үйден алып кетеді, сағат 5-те біз әуежайдамыз. Біздің ауысым брифингтен басталады. Брифингте қандай рейстер болатыны және қандай көмек керек екені туралы айтылады. Әуежайда жолаушыларға көмек керек болған жағдайда, олар бізге жүгіне алады. Еріктілер жұмыстың қызу уақытында біздің агенттерге көмектеседі. Рейс кешіккен жағдайда су және тағам ваучерлерді жолаушыларымызға таратады. Еріктілерді әуекомпанияның логотипі бар жасыл жейделерінен анықтауға болады. Біздің ауысым 7 сағатқа созылады. Мен аптасына 2 күн шығам. Еріктілер жобасының арқасында кеңседе отыратын қызметкерлер жолаушыларымызмен жақынырақ танысып, оларға көмектесуге мүмкіндігі бар. Ең бастысы, әуежайдағы рәсімдерді өз көзімізбен көріп, атсалыса аламыз. Astana is known for its efficient, safe operation, which of course is paramount. But what's also really important is that our customers feel that we care about them, we understand about their needs, and that most importantly, we are there for them at every part of their journey. We aim to demonstrate our motto, that we care. Құрметті жолаушылар, егер сіздерге Алматы әуежайында көмек керек болатын болса, жасыл поло киген еріктілерге жүгінсеңіздер болады. Біз сіздерге міндетті түрде көмектесеміз. Сау болыңыздар.